Сәлем, бүгін сіздермен өте оңай үйде бар заттармен дайындалатын, ешқандай қымбат сливкиді, кремчизді қажет етпейтін небәрі 1000 теңгелік торттың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептін соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. 2 жұмыртқамызға қантымызды және ұнымызды салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып бір қалыпты массаға келгеннен соң жылы сүтімізді, мен сүтімді алдын ала жылытып алдым. Осы жылы сүтіміздің азғантай бөлігін қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң сүтімізді аз-аздан қоса отыра барлығын қосамыз. Сосын оны отқа қойып, тоқтамай араластырып отыра крем дайындайтын боламыз. Кремімізді міндетті түрде тоқтамай араластырып отырыңыздар, өйткені асты жабыс қалуы мүмкін. Креміміз қайнап, осылай қоюлана бастаған кезде оттың астын өшіріп, сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Крем мен сары май жақсылап бірігу үшін жақсылап араластырамыз. Осы кремімізді бір ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен немесе пакетпен жауып, бөлме температурасында суытамыз. Бетін міндетті түрде пищевой пленкамен жауып қойыңыздар, өйткені беті қаязып қалуы мүмкін ашық тұрса. Енді тортымыздың қамырын жасап бастаймыз. 2 жұмыртқамызға қантымызды аз-аздан бөле отыра қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыз 2 есе көтерілуі керек. Жұмыртқамыз ағарып көтерілген кезде сұйық майымызды қосып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Бізде кәдімгі тамаққа қосатын сұйық май, соны қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын ұнымызға разрыхительді қосып, ұнымыздың бір бөлігін, яғни жартысын қосып миксерлейміз. Бір қалыпты қамыр болғаннан соң ұнымыздың қалған бөлігін қосып, алдымен осы күрекшемен араластырдым, сосын қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай керемет қамыр шығады. Енді дайын болған қамырымызды 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Бір кіші бөлікке бөліп қоямыз. Оны бетіне себуге, яғни әсемдеуге алып қоямыз. Қамырларымызды дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Формамыздың астын жақсылап майлап аламыз. Майлап алмасаңыздар, қамырларыңыз жабыс қалуы мүмкін. Егер сізде форма болмаса, пергамент қағазына жайып істесеңіздер болады. Жақсылап қамырымызды бір тегіс етіп жайып алып, міндетті түрде шанышқымен үстін тесіп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен соң оны пышақтың көмегімен жайлап аламыз. Көздарымызды сындырып алмай абайлап алыңыздар. Содан соң тортымызды жинап бастаймыз. Креміміз біздің қатты суымаған, бөлме температурасында болғандықтан жылы кремімізді жағамыз. Жылы болса да өте жақсы, тортымыз одан сайын жұмсақ болатын болады. Бірін үстіне бірін қойып жақсылап тортымызды жинап, кольцоны шығарып, шетіне де жақсылап крем жағамыз. Енді қалған қамырды, жаңағы арнайы кішкентай қамырды алып қойдық. Соны блендермен немесе оқтаумен, тіпті қолмен естеңіздерді езіле береді. Соны жақсылап езіп, торттың бетіне әсемдікке сеуіп шығамыз. Біздің тортымыз осымен дайын. 2-3 сағат пропиткаға қойып қоямыз. Осымен біздің өте оңай жасалатын әрі қолжетімді тортымыз дайын. Ас болсын достар, міндетті түрде жасап қойыңыздар. Рецепті ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде менен шыққан әрбір рецептерді сіз бірінші болып қарайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.